Қазақстандық зерттеушілер Таяу Шығыс елдеріне саяхатын жалғастыруда. Израильде болған жерлестеріміз атбасын Палестинаға да бұрды. Сапар ысқақов бастаған бабалар ізімен экспедициясы қасиетті жерлерді аралап, ата-бабаларымыздың мұрасын зерттеді. Толығырақ тілші материалында. Иудей шөлінің ортасындағы ақ күмбезді бірнеше шақырымнан көруге болады. Бір қарағанда бұл шағын елді мекен сияқты. Шын мәнінде мұнда ең ұлы пайғамбарлардың бірі Мұса жерленген. 13 ғасырда Сұлтан Бейбарыс осы аймаққа келіп, қабір маңына үлкен кешен салуды тапсырған деседі. Мұса пайғамбардың жатқан жері Ерихон қаласынан бір енді 5-6 шақырым жер. Ал Иерусалимнен 15 шақырым жердей. 13 ғасырдың басында Сұлтан Бейбарыс Мұса пайғамбардың басына келіп, жатқан жерін көріп, осы араға үлкен құрылыс жасау керек екен, басына белгі қойып, мавзолей салып, қорған салып, сондай құрылыс жүргізуге бұйрық береді. Бұл ғимараттың қабырғалары Иерусалимнің бүкіл тарихын суреттейді. Дәуіт пайғамбардың қорғаны біздің дәуірге дейін 2 ғасырда салынған. Бекініс бірнеше рет қирап қайта тұрғызылды. Қыпшақ мәмлүктер осында мұнара салған дейді тарихшылар. Қазір өкінішке қарай ол ішінара ғана сақталыпты. Қазір біздің тұрған жеріміз Дәуіт пайғамбардың қорғаны, соның мұнарасы, менің артымда тұрған үлкен мұнара. Бұл өзі кәдімгі үлкен мұражайға қазір туристерге дайындаған. Мұның ішіндегі біздің бабаларымызға тиісті нәрсе, бұл менің сол жағымда тұрған бұрынғы ескі мұнара. Оны салған біздің бабаларымыз Қыпшақ мәмлүктер. Бұл 13-14 ғасырда болған мұнара. Қазір оның үстіңгі жағы қираған, астыңғы бірақ жағы сақталып қалған. Бұл бөлме бүкіл әлемге танымал. Аңыз бойынша дәл осы жерде жасырын кештер өткен көрінеді. Тарихшылар Қыпшақ мәмлүктер ғимаратты қайта жөндеуден өткізгенін жоққа шығармайды. Қазақстандық экспедиция Израиль мен Палестинаның барлық қасиетті жерлерін аралап өтті. Дегенмен саяхат әлі де жалғасады. Жерлестеріміз баратын ендігі тарихи мекендер туралы келесі жолы айтатын боламыз. Айнұр Ақылбайқызы, Ернұр Досжанов, Хабар 24, Израиль.